19 наурыз Қазақстан Республикасы парламенті мәжілісі және мәслихаттар депутаттарының сайлауы күні Семей қаласының тұрғындары ауа райының қолайсыздығына қарамастан дауыс беру белсенділігі жоғары. Семейде сайлау учаскелерінде дауыс беріп жатқан тұрғындардың саны сағат сайын артып жатыр. Номері 89-шы сайлау учаскесінің төрайымының айтуынша, мұнда 2270 адам тіркелген. Сағат 16:00-ге дейін 740 адам дауыс берген. Таңнан бері үйден дауыс берушілерге бюллетень таратылған. Таңертеңнен бастап белсенді халық келіп дауыстарын беріп жатыр. Ешқандай заң бұзушылық жоқ. Бәрі жақсы өтуде, әділ өтіп жатыр деп ойлаймын өзім. Әлі де белсенді халық келеді деп ойлаймын, әлі жабылуға әлі ерте ғой. Сәлеметсіздер ме? Менің атым Гүлім және мен жолдасым Ерзат. Біз бүгін міне осы сайлауға келіп отырмыз. Сайлау біз үшін өте маңызды. Осы мемлекетіміздің ішкі істеріне барлығына айналысу керек, кірісу керек. Сол үшін патриот болыңыздар, сайлауға келіңіздер.